Алланың тағдырымен күйеуім қайтыс болып кеткен. Мен жесірмін. Мына балалар, кішкентай балалар жетім. Үйіңізде бүгін бір түнеп шықсақ бола ма? Деп рұқсат сұрапты. Бірақ жаңа мұсылман адамға көрдіңіз бе, Алла нәсіп қылмай тұр да. Ана кісі көнбейді, рұқсат етпейді. Ананы айтады, мынаны сылтауратады, үйіне кіргізбейді. Сөйтіп ана әйел кісі жарайды дейді да, кет қалады. Сөйтіп сол күн түнде жаңағы үйіне кіргізбеген жаңағы мұсылман кісі түс көрдім дейді. Түсімде жәннатты көрдім дейді. Жәннаттың ішінде ерекше бір қасыр үйді көрдім дейді. Қасыр деген бұл мыңдаған бөлмелері бар, өте үлкен. Бұл өмірде қасыр жоқ ешкімде. Сөйтіп пайғамбарымды көрдім дейді сол жерде. Я Расулалла, мынау қасыр кімдікі деп сұрадым дейді. Бұл анау жетім балаларын жетектеп жүрген анау жесір әйел кісіге қол ұшын берген адамдікі деп айтты дейді. Сөйтіп жаңа кісі оянып кеттім дейді. Ояна салып бірден үйден шығып жаңа кісіні іздеп кеттім дейді. Түнде кіргізбеген еді ғой үйіне. Сұрастырып, ауыл бойынша іздеп барса, ауылдың шетінде бір мұсылман емес болса да, діні бөлек бір адам үйіне кіргізіп соны. Сол үйде екен. Сөйтіп барып есік қағады, үйінен шығады. Анау менің мұсылман қарындасым, анау балалармен алып кетуге келдім деп бірден қолға салады ғой. Сөйтсе жаңа кісі жоқ дейді. Мен оларды үйінен шығармаймын дейді. Неге шығармайсың? Менің құтты құдай қонақтарым олар дейді да мен. Алла менің үйіме оларды жіберді. Бұлардың құт болып келгені соншалық, Алла жүрегімізді ашып, бүгін түнде бала шағамызбен дінді қабылдадық деген ғой. Яғни мұсылман емес отбасы болған. Солардың шарапатымен, альхамдулилля, үйіме Алланың берекеті, Алланың тура жолы келіп дінді қабылдадым деп айтады дейді. Олар бермеймін ешқашан саған деген ғой. Сөйтіп ана кісі жалынады, жалбарынады, түсін айтады. Сөйтіп жаңа кісі айтады дейді, сен көрген түсті мен де көрдім деген да. Сен көрген қасы сол меніңкі деген ана кісі. Сонда ана кісі өмір бойы өкінішпен өтті дейді. Мен неге ана кісі үйіме кіргізе салмадым, бір түн ғой еді. Неге көмектесе салмадым деп қатты өкініште болды дейді. Мына өмірдің өзінде. Ал қияметте ол өкініштің орны ерекше болады деген. Сонда ол сондай нәрсе екенде біздің жүрегімізде сауапты іс деген нәрсені біз ойлап жүрмесек, Алла нәсіп қылмайды сізге.